Саламатсыздар ма, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз өте жеңіл, өте тез қорытылатын салат түрін, десерт түрін десем де болады. Екі қызылша піскен, бір штук алма қосамыз. Жақсылап теркадан өткізіп, қаймақтың проценті 15%. Қатты майлы да емес, өте жеңіл десерт түрі. Bir алмамызды теркадан өткіземіз. Теркадан өткізілген қызылшамыз бен алмамызды, 3 қасық қаймағымызды, кішкене тұз қосамыз, жақсылап араластырамыз. Үйдегі бар дәндерді қоссаңыздар болады. Менде мұнда орех қана бар екен, орешки. Жақсылап араластырып дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Өте жеңіл, өте дәмді болып шықты. Жасап көрсеңіздер болады үй жағдайында. Қонақ келген кезде де өте жеңіл, тез дайын болатын десерт. Қаймақпен өте жеңіл болады. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын, лайк басып, комментария жазып, маған тіркеліп кетіңіздер. Рахмет көп.